Амансыздар ма балалар, қалдарың қалай? Балалар, мынандай бір есеп қарастырайық. Ток күшінің әсерлік мәні 0,1 ампер, ток күшінің 2-ден 3-ті уақыт мезетінде лездік мәні қандай? Бұл жерде балалар есептің шартында да әсерлік мән тұр, лездік мән тұр. Одан амплитудалық мән деген білеміз е. Осында қарапайым есеп шығарған кезде осы ток күшінің әсерлік мәніне, лездік мәніне және ток күшінің амплитудалық мәніне біраз анықтама беріп кетейік. Яғни жалпы өткіште айнымалы ток жүрген кезде осы өткіштегі электр өрісі және сыртындағы құйынды майын өрісі жарық жылдамдығына тең жылдамдықпен таралады екен. Яғни жарық жылдамдығын білеміз біз. С тең болады 3^10^8 дәрежесі метр секунд жылдамдықпен таралады екен. Өткіштің келген бөлігінде. Сондықтан айнымалы токтағы кернеудің келген өзгерісінде өткіштің көлденең қимасы арқылы электр өрісі таралған кезде өткіштің келген бөлігіндегі осы электр өрісі кернеуінен пайда болған тоқтың барлық мәні сол уақыт мезетінде бірдей болады екен. Бұндай тоқты өткіштің лездік тоғы деп аталады екен. Оны И әрпімен белгілейміз. Яғни өткіштің лездік тоғы. Яғни сол уақыт мезетінде бүкіл өткіштің өн бойындағы тоқтың шамасы, барлық шамасы бірдей болады екен. Ал осы тоқты, осыдан пайда болған тоқты квазистационар ток деп атаймыз. Лездік тоққа анықтама беріп жатырмыз балалар. Квази стационар ток. Өйткені балалар тоқтың өзі де бөлінеді ғой. Айнымалы тоққа, тұрақты тоққа, квазистационар тоққа, фука тоғына, үлпілдеуіш тоққа, беттік тоққа бөлінеді екен. Сондықтан бұл бекер бөлініп жатқан жоқ. Электр өрісінің өзі де біртекті электр өрісі, потенциалды өрісі, құйынды электр өрісі өткен есеп шығарған кезде мысалы біртекті электр өрісі тұйықталған траекторияда жұмыс атқармайды, ал құйынды электр өрісі тұйықталған траекторияда жұмыс атқарады. Міне көрдіңіздер ме? Ол бекер бөлінбейді екен. Сонда әрбір тоқтың өзінің ерекше бір қасиеті бар екен. Енді екінші Б. Әсерлік тоққа. Әсерлік тоққа енді алдымен формула жазсалайық болады. Джо Ленц атамыздың формуласын жазайық. Мынау айнымалы тоққа арналған формула I квадрат РТ. Бұл біздің бірінші теңдеу болсын. Енді мынау тұрақты тоққа деп жазып қояйық. Тұрақты тоққа арналған I квадрат РТ. Джо Ленц санын жазып жатырмыз. Басқа ештеңе істеп жатқан жоқпыз. Енді осы формулаға қарап, егер тура сол уақыт мезетіндегі өткіш тоқта қанша жылу мөлшері бөлінетін болса, сол уақыт мезетіндегі тұрақты тоқта қанша жылу мөлшері бөлінетіндей тоқтың шамасы тең тоқтың әсерлік мәні деп атайды екенбіз. Яғни тұрақты тоққа тең тоқтың шамасын тоқтың әсерлік мәні деп атайды екенбіз. Ешқандай қиындығы жоқ екен. Формула арқылы анықтама бере салуға болады екен. Енді тағы да бір жағынан әсерлік тоқтың максимум тоқтың елкі мәніне тең арасында байланыс формуласы бар. Ол түбірасында 2. Енді келесі ток күшінің елкі мәніне тағы да біраз еске түсірейік. Бұл ток күшінің елкі мәні ол айнымалы тоғымыз яғни 0-ден максимумға дейін артып отырады екен. Осы кезде артып отырған кездегі ең үлкен мәні осы ток күшінің амплитудалық мәні ток күшінің максимум мәні деп атайды екен. Мысалы бізде Қазақстанда өндірістік жиілігіміз 50 Герц. Яғни 1 секунд ішінде, яғни токтың шамасы 0-ден мысалы максимумға дейін артып отырады деген сөз. Енді бұл ток күшінің амплитудалық мәні. Ток күшінің амплитудалық мәні. Өткен есеп шығару барысында айтып тұр ғой. Біресе лездік мәнін, біресе әсерлік мәнін. Енді ары қарата есебімізді шығарайық. I тең болады U бөлінген R. Бұл айнымалы тоққа арналған омзаны. Теккені бұл жерде актив кедергі жалғанып тұр. Актив кедергі дегеніміз бұл егер осы электр энергиясы толығымен жылу энергияға айналатын кедергілерді актив кедергі деп атаймыз. Енді бұл жерде кернеу период түрде өзгеріп отырады. Айнымалы тоқта кернеуден зарядтың ток күшінің мәні период түрде өзгеріп отырады ғой. Және бұл еріксіз электромагнит тербеліс. Еріксіз электромагнит тербеліс дегеніміз сыртқы
периодты күштердің, яғни электр қозғалыс күшінің әсерінен пайда болатын тербелісті еріксіз электромагниттік тербеліс деп атаймыз. Осы есеп шығару барысында үнемі қайталап отырсақ болар, сонда біз есеп келген күрделі есеп болсын, оны шығару өте оңай болып түсіп кетеді екен. Екінші формула. Енді есепті енді шығарып жатырмыз болар. 2-ні бірге қойып, ток күшінің тербеліс теңдеуін жазайық. Ом косинус омега т бөлінген ер тең болады Ем косинус омега т. Бұл біздің үшінші теңдеу болды. Яғни бұл жерден көрініп тұр есептен еміз Ом бөлінген ер екен. Енді бұл жерде балар бізде енді еміз және айтқанымыз Ем бөлінген түбір астында 2 есептің шартында бізде балар әселік мәні бар. Енді осыдан ток күшінің максимум мәнін есептеп шығаруға болады екен. 5. Яғни Ем тең болады 2 көбейтілген түбір астында 2 тең болады. Еміз біздің 10-ның минус 1 дәрежесі. 10-ның минус 1 дәрежесі көбейтілген түбір астында 2 ампер. Яғни еміз балар түбір астында 2-міз 1,41-ді 10-ға бөлеміз 0,141 ампер ғой. Нақты мәні есептеп шығара салдық. Ешқандай қиындығы жоқ. Көбейтілген 10-ның минус 1 дәрежесі ампер болды. Енді осыған қарап ток күшінің әселік мәні бар, максимум мәні бар, тербеліс теңдеуін жаза салайық. И тең болады түбір астында 2 10-ның минус 1 дәрежесі косинус омега т. Бұл біздің 6-шы теңдеу болсын. Енді омеганы білеміз балар. Омега дегеніміз 2 пи бөлінген т. 7-ші теңдеу. Енді орнына қоятын болсақ, 7-ні 6-ға қоямыз деп жазып қояқ балар. 7-ні 6-ға қоямыз. Сонымен И тең болады түбір астында 2 10-ның минус 1 дәрежесі косинус 2 пи т бөлінген т. Енді орнына қоя саламыз. Есептің шартында берілген ғой. 10-ның минус 1 дәрежесі косинус 2 пи периодтың 2-ден 3 тымыз бізде. Т тең болады 2-ден 3 т жазып қояқ. Сонымен т-ның орнына өзден тысы бар, одан кейін 2-ден 3 т деп жазып қоямыз. 2-ден 3 т деп жазып қояқ. Осы жерде. Жерде енді арғарда сыймайды, сондықтан нүкте қоя тұрайық әзірше балар. Нүкте қоя тұрайық, бұл біздің 8-ші теңдеу жаза тұрайық. Қысқартып жіберейік. Т мен т қысқарсын, 2 мен 2 қысқарсын. Енді қалған жазайық сонда. Бізде қалды И тең болады түбір астында 2 көбейтілген 10-ның минус 1 дәрежесі косинус 3 пи. Балар пи 2 пи 3 пи ондай мәнінде косинус мәні минус 1-ге тең. Яғни минус 1-ге көбейтсек, сонда минус түбір астында 2 көбейтілген 10-ның минус 1 дәрежесі ампер шықты. Немесе И тең болады түбір астында 2-де 1,41 шығады. 10-ға бөлеміз 0 минус 0,141 ампер болды. 0,141. Жауабын жазып қояқ балар. Жауабы. Яғни И тең болады минус 0,141 ампер болды. Осымен балар сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар.